Ассалаумағалейкум, Алдараспан театрының тұрақты көрермендері. Қалайсыздар, амансыздар ма? Малжан, отбасы, ошақ қасы бәрі аман есен ба? Отбасы демексіз бар ғой, Қайреке. Өткен аптада біздің көшеде 4 келін түсті. Той болды. Ой, бүкіл ауыл қуандық. Содан кейін бір аптадан кейін бүкіл ауыл жыладық. Жаңа түскен 4 келіннің 3-еуі кетіп қалды. Ажырасып кетті. Жаман болған екен. Кәдімгідей қазір оңай болып қалды ғой. Сөзіңді жандандырайын, Нұржан. Мен де бет ашам білесің. Осы биылдыққа, осы Қазақстанда 112 келіннің бетін ашыппын. Қой? Иә? Соның 9 ажырасып кетті. Қойшы. Ода сен бет ашқаның дұрыс емес онда? Неме дұрыс емес? Дұрыс емес, неме ашасың? Айтшым сен, не айтасың бет ашады? Не айтасың? Мен айтамын. Таңертеңнен тұрып ап күйеуіңі тұртырлама келінжан. Қаптың аузы ашық деп құртырлама келінжан деген сөз оңай ма? Мені, сен бәлем құтқан сенсің. Айналайын, жөндеп айтпайсың ба? Таңертеңмен тұрып ап күйеуіңді тұр деген әйелін кім жақтырады айналайын? Сосын ба қаптың аузы ашық деп құртырлама. Сен келіннің өзін сен ойын бұзып тұрсың ғой сен. Қап тола құрт болса, оның аузы ашық болса, оны кім жемейді? Кім алмайды оны? Ялап деп не деп айтамын? Сөйтіп енесіне жақпайды, құртқасын оны. Өсиетті дұрыстап айту керек келінге деген. Ей деп қоясың. Ей, сауысқаннан сақ келін, жұмыртқадан нақ келін деп қой. Ай, мынау келген ел жұртың, ата-енеңе жақ келін айқай-ақ демейсің ба? Ой, сен анау ненің бәрін өзгерт болмайды. Мынау өсиет айту керек, мақтау керек келінді. Анау ата-енесін мақтау керек, айту керек, таныстыру керек жақсылап. Қайреке, мынау отбасы жайлы бір көрініс бар, тамаша. Көреміз бе соны? Көрейік. Осы ажырасқандар жайлы. Көрейік, тамашалайық. Сосын ары қарай әңгімемді жалғастырамын. Түсімай. Түсім сынды. Әйелін тепті. Ана кішкентай қызымыздың көзі көрмей қалған. 6 ай болды. Мені танымайды, папа деудің орнына ата деп мені. Сөйтіп глазмайға апардық врачқа. Сөйтсек ана біздің үйдегі әйел, ана қызымның шашын қатты бөлген ғой. Сөйтіп резинамен тартқан ғой бүйтіп. Содан көз көрмей жүрген ғой. Врач көрттағы шашындағы резинкасын шешіп қабет, көз доп-домлыққа орнына келді. Бәсе маған қарап ата дей береді. Көзін резинкасын жіберіп қабет, папа деді, қызым деп бір-біріміз таныдық. Сосын айттым ана әйелге, ана қыздың шашын өрме дедім. Өрем деді. Өрме дедім. Өрем деді. Өр дей береді. Аузын жарқ еткізді. Көзімді ашып қалсам аяқ тұр. Айттым я. Немеге адам тірлігіне араласасың? Не мынау? Не мынау? Не? Стоматологтан ет болды ғой? Осы мен алтыртсында. Сіз араласпадым тірлігіне, мен саған айттым ғой, араласпа дедім. Мен саған айттым, өрме дедім. Өрем дедім, мен өрем дедім ба, өрем мен. Зәмзия өрме дедім мен саған. Өрем. Зымзия өрме дедім мен саған. Зымзия дедім, мен атын дұрыстап айтайын, зәмзия деп. Сен шура десе жақсы ма? Өрем. Мен саған жай сөзбен айтып атырым, өрме. Мен де саған жай сөзбен айтам, өрем. Замзия өрме дедім мен саған. Қазір шешінсем оңбай қаласың. Шешінсе көректе не болатын? Шешін. Замзия оңбай қаласың қазір. Жоқ, шешіне бер, көрек. Өрме дедім, шешініп атырым. Шешіне бер. Әлде де кешірім сұрап үлгересің. Шешіне бер. Шанс бар деймін, Замзия. Жоқ. Әлде де кешірім сұрап үлгересің. Жоқ, қоймаймын бәрі. Шешініп атырым. Шешіне бер. Қазір оңбай қаласың. Ойба, шешіндім. Өрме дедім мен саған. Өрем дедім, өрем. Өрме дедім саған. Өрем дедім, мен қоймайым дедім, қоймайым, өрем, не? Замзия, өрме дедім саған. Өрме! Неменеге өзіңмен айқайлап, киініп, шешініп десіп жүрсің, а? Қорқанма деп ойладық қой. Бір әйел болып, ұят болмасын деп бүйтіп қалсаң болады ғой қате. Бессмертный каши сияқты. Ажырасам. Ажырасам. Жосы болмайды, шашты өргенге өрмеген бол ажыраспақсың мен де? Бір шашты өргіз алмасам мен немене еркек болып жүрмін. Бір шашқа әлімге емес еркек болып жүрмін. Ажырасам.
Бопты, ажырасаң. Болды, ажырасам. Ажырас болды. Ертең араға салып қайттан қосылайық деп жүрме. Шешеңнің шешесінің ағасына келсең де қосылмаймын. Ешкімді араға салайын деп жатқан жоқ. Ажыр асам, болды. Бопты, ажырасаң, ажырас. Баланың мәселесін шешіп алайық онда. Қандай бала? Енді андай екі бала кімге қалады? Екі бала да атасында қалады. Неменеге атасында қалады екен? Мен баяғыда атамда қалғам. Жоқ, сенің бұл жерге қандай қатысың бар? Сен әке-шешең ажыраспаған ғой? Ажырасайын деп қалғам. Миды ашпайын өзіме. Ажыр асам. Ажырасаң, ажырас болды. Ажыр асам дедім. Болды, ажырас. Болды. Ертең біреуді әкеп арамызға салып білместік болды ғой. Bir кешірсей деген әңгіме болмасын. Ешкім сенен кешірім сұрайын деп тұрған жоқ. Қанша жыл болды отандасқанымызға? 12 жыл болды. Ойбай, бір әйелмен 12 жыл тұру анамның еркектің қолынан келмейді ғой айналайын. Далаға шықсам солай ел, үйге кірсем солай ел, кухняға барсам солай ел, жатсам солай ел, тұрсам солай ел. 12 жыл маған көктас қой керек қой айналайын. Ажырасам. Бопты, ажырасақ. Сен баяғыда қандай едің, қазір қандайсың? Қандай едім мен? Айтпай ақ қойың, ұят болады. Позор ұшады қазір. Жоқ, айт енді көрейік. Баяғыда қандай едің? Үйленген кезде. Қандай едің? Үйленген кезде сен су жылан тұғысың. Шақпайтын ғой, өң жоқ еді ғой. Зәмзия шай ғой десем, мақұл деп, міне ағынан бір өтесің, міне ағынан бір өтесің. Өң жоқ еді ғой, су жылан сияқты едің. Үйленгеннен 3 жылдан кім болдың? Кім боппын? Оқ жылан болдың. Шықты ғой, басын қақшаң. Зәмзия шай қойшы, өзің қоймыш де. Қоя салсайсың, аяқ қолың бар ғой деп. Одан 3 жылдан кім болдың? Кім боппын ау? Кобра болдың, кобра. Семірдің ғой айналайын. Саған қарап сөйлей алмай қалдық қой. Зәмзия десек, деп шығасың ғой. Болды, кухняға қақта деп кете беретін болыпты. Өзім қоям. Қазір кімсің? Кім екем қазір? Айтпай ақ қойын. Жоқ, айтса енді. Анакондасың қазір. Үйге кіруге қорқамыз ғой саған. Жұт жіберемедім. Сен бүйте берсең бір күн мен жұтасың. Сосын қайтадан құсасың мен. Сосын мен сен балаң сияқты болып қалам ба? Ажыр асам. Жоқ, әңгіме көп пе? Ажырасатмыз? Ажыр асам, болды. Мен де тойдым. Бір шашты өргіз алмасам мен еркек көргім. Иә, болды. Ажыраса қал. Кім олды? Ойбай, мынау қарындасың ғой, еркек қыз ғой. Мен қарындасым ба? Кәмшат па? Иә? Ол не алып жүр? Жоқ, дұрыс болды келген. Ажырасатымызды айтайық соған. Айтса оған не? Неменеге айтпайды екен? Мен оның ағасым ғой, мені тәрбиеледі ғой. Кеткесін сразу ажырасамыз. Білдірме. Ол мен қарындас. Не болды Қамшат? Ара шағы болды ма? Не шағы болды? Ата шағы болды ма? Не болды? Айтса не болды? Түсіңізге не болған? Сиыр тепкен. Қандай сиыр? Ала сиыр. Қойыңызшы сізде бір әзілдемей. Не болды? Азданмен не болды? Мен әбден тойдым мен. Не болып қалды? Ажырасам мен. Кіммен? Шәткенмен, кеу балаңызбен. Не болып қалды? Басыңды тауықтың миындай мишақтады ғой маған. Кім Шәткен ба? Иә. Не болып қалды? Неғып сен дереу осақ қазасына? Енді қаққа барам? Саусағымның ұшы тиген жоқ ағада. Өзінен өзі жылап жүр. Не болып қалды? Түсіңізге не болған? Сиыр тепкен. Сатып жүрмес тоса ерді. Кім алады екі біз ауымен, сен қызға келсін. Теория айтып отыр. Драманың актерлары сатираны ойнамайды, сатираның актерлары драманы ойнамайды. Мысалы біздің Алдар Аспан театрының балдары бәрі драманың актерлары. Кезінде спектакль қойып бастаған балдар бұлардың бәрі. Сатира болып жүр. Ол актер деген нәрсе, жаңа Нұрекең айтпақшы. Қылыш шаппайтын, отқаса жанбайтын, соғысы батпайтын адам болу керек. Әншілік кеп қалдың, әншілік ойнау керексің. Аға, мән жайды түсіндірейін. Ана 2 жұлдыз деген бағдарлама басталды. Не үшін ажыраспақсыңдар, соңайшы? Айтайын. Не үшін ажыраспақсыңдар, соңайшы? Айтайын. Ана 2 жұлдыз деген бағдарлама басталды. 2 жұлдыз басталды, ал. Содан мен айтам, 2 жұлдыздан Ерболаттен Тәңір берген 1-ші орын алады десем, мұны... Өлсең өліп кет, олар қалмай. Айгүл Иманбаева мен Мұрат Құтырғанов алады. Айтып тұрған әңгімесін қара. Мұрат Мұтырғанов десей? Солар алады. Сонда осы әншілер үшін ажыраспақсыңдар ма? Дұрыс па енді осы? Болмайтын әншілер үшін ажыраспақсыңдар ма? Мен күн дұрыс сөз жасап болмай ма сонда? Дұрыс деп әйел айналайын, 2 жұлдыз бітіп қойды ғой. Мейрамбек Беспаев алды ғой. Сендер ай қарап жүрген кезде. Айттым саған телевизор жөнде дедім. Телевизор шақ келесін еді саған. Қолыңмен шегіп тұрған. Болды!
Айналайын, сендер ажырасу оңай ма? Сендер үйленген кезде пригласительный не деп жазылды? Не деп жазылды? Шақыруға не деп жазылды? Ата-ананың үмітін ақтаңыздар, махаббатты мәңгілік сақтаңыздар деді ғой. Осы өмірге лайық семья құрып жар-жар, келеден 2 жас топты жап жар-жар деді ғой. Оқымайсыздар ма соны? Дұрыс айтасыз саған. Қайтесі ажырасу. Өте дұрыс айтасыз. Мен мына сізді қарындасыңыз болып шылап жүргем. Тойдым, мына жерде отыр. Мен мына жеңгем екеуіңіздің отбасыңызға қараймын да мен қызығамын ғой мен. Кімге? Сіздерге Не дейді айналайын? қашан келсем ұйыған айрандай болды. Кім? Сіздер Ашыған айран. Көбіде құттап кеткен айран десең. Ой, аға қойыңыз, ойнамаңызшы. Менің бір білетінім, мына жеңгем сіздің көзіңізбен жұмыс істейді. Сіз егер ашуланып қабағыңызды шытсаңыз, жеңгем мышық болып кетеді ғой. Мына жеңшең бе? Мышық болып кетеді. Kan көріш. Мазақмай. Мазақ тұрған жоқ сен. Мен Неғып ұрсып жатсыздар? өсіп ұрысып қалмаңдар деп жатыр. Иә. Дұрыс айтып. Жоқ, жеңше. Жеңеше, Не болды? мен мына сіздің күйеу балаңызға түсіндіре алмай ағапты, күйдім мен. Айтыңызшы, менің ағам сізді қалай әлдилеп алақанды алып жүреді, айтыңызшы. Алақан мәжбүр болып кеттім. Ағам қашан көрсем сіздің айтқаныңызды істеп, үлгемен білді көріп, концертке барып, киноға барып. Тоқтай тұршы, ерке қыз, айналайын, ерке қыз. Былай ғой, негізі мына біз әйел азаматы бар ғой, ер азаматтан 1 сат төмен тұрамыз. Не дейді? Дұрыс айтады. Мынау семья деген, жанұя деген кішкентай бір мемлекет. Ол мемлекеттің президенті үйдегі отағасы. Ойбай, мынау кімнің қатыны айналайын, мына қатынға үйлену керек қой бүгін. Кім Мысалы бар ғой, үйде отағасы не айтады, сол заң. Қой. Сен ағаң бар ғой, мысалы не айтады, біз үйде заң ғой, айтсай. Қой, мен айтсам заң ба? Иә, заң ғой, айтсай. Онда өрме. Енді өрме десе арасында өріп тұр, ода тұрған. Өрме дедім. Не өрмейді кем? Өрме дедім. Өрем. Өрме. Не айтып кеттіңіздер? Не өріп атсыздар? Семейный прикол, өрме деген. Қандай? Өзіміздің семьялық приколда өрме, аузын жақты. Кім жарқ еткізді? Әшейін прикол ғой өзіміздің. Түсінбейсіңдер оны. Аға да? Өрме. Аға, мынау сіз отбасының отағасысыз ғой сіз. Дұрыс па? Сіз мына мысалы жеңгемнен кешірім сұрайсыз ба? Немен кешірім сұраймен? Сыпсыңға сұраймен мен? Тістің не қатысы бар оған? Білмеймін ғой не қатысы бар екенін. Қой, достастырайық. Мен еркекпен кешірім сұрамаймын. Бергел. Шырақтарым, айналайын. Ажырасу оңай ма? Ажырасу оңай ма? Осы болмайтын нәрсеге бола қаншама шаңырақтың ортасы түсті. Қаншама шаңырақ шайқалды. Осы болмайтын түсінбеушілікті. Болмайтын нәрсе ғой. Айдылар бір әншілер үшін ажыраса дейсіздер. Соғысты қолдан жасамаңдар айналайын. Сендерге не деді айналайын? Ал мейлі ажырасыңдар не болады? Ортада баланың тағдыры не болады? Ортада қыздың тағдыры не болады? Әкесіз өскен бала не болады? Шешесіз өскен қыз не болады? Оңбағандар. Татуласыңдар. Соғысты қолдан жасамаңдар мында тыныштық заманда. Бір-біріңді түсініңдер. Достасыңдар. Мерис, больше не дерись. Қайреке көрдіңіз ба? Мен болмайтын нәрсеге ұрсып жатыр. Осыда әңгіме болып па? Ят қой, айтшы. Ят. Нұржан, мен саған бірдеңе айтайыншы. Мысалға, маған 500 мың теңге ақша берсең де мен ажыраспаймын. Неге? Неге деппін ғой, не үшін? Енді қазір мына заманда 500 мыңға үйлене алмайсың? Қойшы, қайдаған айта беріп, сенде бір ажырасам қойшы. Мыналар қайтып ұрысып отыр ғой? Мыналарға қой деп айтайық, Жаңа прикол үйрет қойсашы бізге де. Апам келе жатыр, не болды? Апа? Е? Не болды бәрімізге бүгін аздан мен? Ой, ебілде болып қойдадым. Не болды апа? Ажырасамыз. Не дейді? Кіммен? Әкелеріңмен. Ойбай, жаным апау, айна қарасашы, сізді кім алады? Бір алу үшін ажырасуым керек па мен сонда? Басыңызға не тағы басы, кастрюлька бөліп аласыз ба? Тойдым мен. Тойдым? Иә. Немен ет жекке батсыр, бәрі тойып батсыр ғой. Түсіңе не болған? Сиыр депкен. Үйдегі сиыр ма? Иә. Соңғы сойып алмайсың ба? Қасына жылай алсын, соясың. Не болып қалды, апа? Аздан мен не болып қалды? Әлі, өзіне келе жатыр. Көкем де келе жатыр ма? Не болды, аппақ сақалдарымды ұялмайсыздар ма? Ой, ұяқты жестіріпті ғой.
Тұсылай! Болды! Ит таласып жатқандай болдық қой. Ана. Не болып қалды, көке, не болып қалды? Тойдым шешеңнен. Тойсаңыз құспасаңыз не дейсің маған? Бітті ажырасамыз. Ажырасамыз? Немен біздің үй сіздегі ЗАГС па? Ha? Кезекпен ажырасақ та, кезекпен деппін ғой. Не болып қалды, не үшін ажыраспасың? Кекілбайдың үйіне барғанбыз. Тоқташы, не үшін ажырасың? Ал. Кекілбайдың үйіне Ал барғанбыз. бардыңыздар, ал. Кекілбайдың қызы күйеуге шыққан. Ал күйеуге шықты. Соның қалың малына 150 мың теңге әкел десе, мына алжыға шешең 200 мың теңге дейді. Соған бола ма? Кекілбайдың үйінде отырғанбыз. Ал. Әкелерің маған қарама-қарсы отырып алған. Әй, қызының артынан 200 мың теңге әкеліпті ғой десем, 150 мың теңге дейді. Арзиет, 150 мың теңге дейді. Күле береді. Неме шегіп алған ба, неме? Мен қайда білейін? Күлген сайын анау сақалы, тоқал ешкінің құйрығынша шашаң етеді. 200 мың теңге деп таяқпен басыма салып қалды. Көрген күні құрсын бедік. Сонда айдалада Кекілбайдың қызы үшін ба? Айдалада Кекілбайдың қызы не пайда сендерге? Соны айтам ғой. Мен бір үлкен бір нәрсеге ұрысып қалған екен десем, болмайтын нәрсеге бұл апа көке ұялмайсыздар ма? Ойбай, сумай сен де келді ғой жаңа болмайтын нәрселер үшін. Ажырасам деп. Ей, мақыл дейсің өле ма? Мақыл дейсің. Не? Тоқта. Сие де болған. Сиыр тепкен. Қандай сиыр? Екі бұзауы бар сиыр. Ай, сиыр туды ма? Қашан туып еді көке қойыншы. Уыз көжеге шақырмайсың ба? Атырабыден не боласың? Не аласың шақырып? Еркек үйдің отағасы, еркек үйдің егесі, баланы жастан, қатыны бастан дейді шырағым. Мен ана шешеңе жас кезінде бос болғам. Әйел дегенді аптасына бір рет ұрып тұру керек екен. Әсіресе сен ұрып тұр. Кім? Сен. Шамаң жетсе ұрасың, шамаң жетпесе атаң бас ұрасың. Нағашын айтқан. Еркек үйдің отағасы болса, әйел үйдің отанасы. Сен бе маған жұмсақ болған, сен бе? Мына шашты кім ағарттың да шашты? Шашты қой, сақалды айтсын сен. Қойыңыздаршы, ағарған жүнді абырой қылмай. Ағарды деп. 200 мың теңге. Өлсем өлем, 200 мың теңге деп өлем. Жібер, болды кембір, тұре. Оның күнделікті әдеті ғой. Тұр. Өтірік істей ма? Үйленгелі осындай ғой. Үйленетін нәрсе кем да? Ойбай белім ай. Тоқтаңыздар, көке. Ұялмайсыздар ма? Енді бұлай ойлап қараш, пайғамбар жасына келдіңіз. Ар жағында күйеу балаңыз тұр. Әппақ сақалыңызбен күйеу балаңызға берген тәрбиеңіз осы ма? Сіз ұялмайсыз ба? Келініңіз тұр. Пайғамбар жасына асқанда ұялмайсыздар ма? Ажырасам деп. Не деп жазылды сіздерге айтыңызшы? Ата-ананың үмітін ақтаңыздар, махаббаттың мәңгілік сақтаңыздар деп сіздерге жазылмады да ол көзі. Ол көзі болмаған ғой пригласительный. Татуласыңдар, ұят болады көке. Жоқ. Бергеңіз. Көке бергеңіз. Қанша дедіңіз апа? 200 мың теңге. 200 мың теңге дедіңіз. Көке сіз қанша теңге дедіңіз? 150 мың. Қайтармаса 180. Беріңіз. Қойшы айналай қалдың. Апа, Құдай берекесін берсін. Апа, қанша дедіңіз? 200 мың. Көке қанша дедіңіз? 150. Қайтармаса 180. Құдай берекесін берсін. Апа, саудамыз ба? Саудамыз ба, апа? Көндім. Үй шаман есен бей? Құда құйла. Бәрі Дұрыс болды. Ақыр мейрамға қарсы бәріміз жиналып қалған екенбіз. Үйге бір қазанға ет салып тұрып отырып тамақ жейіп жүрміз. Ет аспа. Картошка қуыр. Неменеге? Тіс жоққа немен жейсің? Бап, сен картошка десең картошка жүр. Құдай сақтап қалды. Қайтадан табысты. Қараш, болмайтын нәрсеге бола бір шаңырақ шайқалып кетесіздер, де? Көрін. Ардақтаға, енді ыдыс табақ сықырламайтын сенбе болмайды. Бас жарылса, бөрік ішінде, қол сынса, жең ішінде деген өстіп бір-біріңізбен тіл табысып түсініп кетсеңіздер болды. Ешкім ажыраспайды. Ағайын, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Өшір, Қареке, мен сізге айтайын, жаңа беташарыңыздың сөзін бәрін өзгертіңіз. Мысалға бүйтіңізші. Ей, келінді. Ей деген болмайды, ей зовут лошадей дейді. Так бітесің, оу деп болмайды, бітесің. Айналайын ақ келін дейсің. Ей, атаңды сыйла, енеңді сыйла. Ей, күйеуіңді сөз айтса, күйеуіңе сөз қайтарма дейсің. Қайның келсе, еркелет, жаңағы
Қайынсының келсе, шашын өріп бер, атаңның құманына су жылтып бер, енеңе шай апарып бер деп өстіп айтсаң, күшті болады. Ойбай, бұл әшейін қара сөз ғой айтып отқансың. Енді осыны өлең қылып құрастырып алса, соны мен айта берем мен саған. Ой, хош. Қосылып тұр ма не? Немене қосып қоясың деп өшір дедім ғой бағана. Ой, сендер де жас мағылай. А? Көршісі қойыңшы деп, өліп қалды. Деп үйінен шығып кетіп бара жатса көршісі. Есігінен қожекеңнің, яқаңызда әдің бәрін басын бассашы. Ауырмаңыздар. Ауырмаңыздар ағайын. Қандай еді? Жоқ, ауырмаңыздар ағайын бірге өтуіміз керек еді. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар ағайындар.